Сәлем достар, видеомды көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Бүгінгі тақырып ересектер мен балалардың жүрек соғысы қанша болу керек. Жүрек соғыс жүрек қан тамырлардың жүйесінің жұмысын бақылауға мүмкіндік беретін басты биомаркерлердің бірі болып табылады. Пульс көрсеткіштері денсаулықтағы ақаулықтарды көрсетуі мүмкін. Сол себепті оған баса мән беру керек. Пульстың қалай өлшеу керек және қалыпты жағдайда ол қанша болу керек? Осы және өзге де сұрақтарға жауабын бүгінгі материалда біле алатын боласыздар. Пульс түрлері және оны қалай өлшеген дұрыс. Пульс бұл жүрек бұлшықеттердің жиырылған сайын күре тамырлардың қозғалатын біркелкі ырғақты тербеліс болып табылады. Дәрігер Брунлит Назарионың айтуынша, денсаулықтағы ақау жоқ адамдар көпшілігі жүрек соғысы жиілігі минутына 60 пен 100 соққанын құрайды екен. Пульсті қандай түрлері бар? Пульстің 3 түрі бар, олар артериялық. Мұндай пульс жүректің артериялық жүйені қан бөліп шығару және ондағы қысымның өзгерген пайда болып, артерия қабырғаларының ауытқуы жиілігі болып саналады. Көп жағдайда пульс туралы сөз қозғағанда дәл осы артериялық пульс жайлы айтылып жатады. Веноздық бұл мойынға және жүрек жақын орналасқан бірнеше басқа үлкен күре тамырлардың пульсация болып табылады. Капиллярлық артериялық жүйеде қысымның тез және күрт жоғарылауына байланысты ұсақ артериялардың біртіндеп әрі ырғақты кеңеюі болып саналады. Мұндай жағдайда күшті пульстың толық екі кішкентай артериялары әсер етеді. Десе де капиллялар қан ағымы үздіксіз болады. Пульстың бұл түрі көбінесе аорта қақпақшасының жеткіліксіздігі жағдайларында кездеседі. Сонымен қатар, пульс қалай дұрыс өлшеу керек? Үй жағдайында қолданылатын ең қарапайым тәсіл пальпация. Бірінші, бірнеше минут демалыңыз. Екінші, жатыңыз, отырыңыз немесе тұрыңыз. Осы қимылдарыңыздың бәрінде пульсті өлшеп отырыңыз. Негізгі пульсті таңғы уақытта жатқан күйде өлшеген дұрыс. Ортаңғы сұқ саусақ және сақина тағатын саусақпен білекті орналасқан артерия нүктесін табыңыз. Секундомермен қосып, минутына қанша соққы болғанын есептеңіз. Секундомермен қосып, пульсті өлшеңіз. Кристофер Николсонның айтуынша, пульс дәл осындай жолмен басқа да артериялық та өлшеуге болады. Бетті, иықты, бастың сол және оң жақ шетін, ұйқыны, тамырлардың тербелісі жиілігі анықтай отыра, бұл көрсеткіштердің нормаға сәйкес келмейтіндігін анықтауға болады. Айта кетерліктей, ол адамның жынысына тікелей байланысты болмақ. Мәселен, әйел адамның жүрегі денесі байланысты әр адамға қарағанда кішірек болады. Сол себепті олардың жүректері жылдамырақ соғады. Сонымен қатар, жүрек соғу жылдамдығы адамның жас ерекшелігіне де байланысты. Мысалы, нәрестелерде жүрек бұлшықеттері толыққанды жұмыс істеуді енді бастағандықтан, оларда жүрегі жиірек соғады. Уақыт өте келе адамның жасы ұлғайған сайын, оның жүрек соғуы жиілігі азая бастайды. Ал қартайған шағында қайтадан жиілеп түседі. Салдарынан жүрек тамыр жүйесі жұмысын нашарлата бастайды. Әйел адамдардың пульсінің нормасы қандай? Дәрігер Духованың зерттеуіне сүйенсек, әйел адамдардың жүрек соғу жылдамдығы орта есеппен минутына 60-75 соққыға дейін жетеді. Ал жүктілік кезінде жүрек соғу жиілігі артады, себебі әйел адамның денесінде қан айналымының көлемі ұлғаяды. Үшінші триместрдің соңында көрсеткіштер тіпті 10-15 бірлікке дейін артады. Пульс жиілігі тек босану кезінде ғана қалыпқа келеді. Ерлердің пульс нормасы қандай? Қалыпты жағдайда ерлердің пульс нормасы өзгермейді. Олардың жүрек соғысы орташа жиілігі минутына 60 пен 80 соққы құрайды. Ерлердің жас ерекшеліктеріне байланысты пульс көрсеткіштері әртүрлі болуы мүмкін. Ал балалардың пульс нормасы жайлы не білеміз? Балалардың жүрек соғу жылдамдығы дені сау балалардың жүрек соғысының орташа көрсеткішінің бірдей. Балалардағы пульстың қалыпты көрсеткіштерін медицина ғылымдардың докторы Большеев пен оның әріптестері түсініктеме берді. Жаңа туылған балалардың пульс соғысы минутына 120-140,
6 айында 130-135, 1 жасында 120-125, 2 жасында 110-115, 3 жасында 105-110, 4 жасында 100-105 аралығы, 5 жасында 98-100 аралығы, 6 жасында 90-95, 7 жасында 85-90, 8 жасында 80-85, 9 жасында 78-75. Осылай ересек жасқа дейін төмендей береді және жасы ұлғайған кезде, кәртейген кезде қайттан жиілігі соғысы ұлғаяды. Жүрек соғу жиілігінің нормасын көрсеткіштерінің ауытқуына зиянды әдеттер: еңбек жағдайы, артық салмақ, жас ерекшелігі, жүрек қан тамыр ауруларының жүйесінің аурулары әсер етеді. Күнделікті пульс өлшеу арқылы сіз ағзаңыздың жалпы жай күйін бақылай аласыз. Егер көрсеткіштер қалыпты нормаға сай келмесе, онда міндетті түрде медициналық мекеменің көмегіне жүгініңіз. Кейде жүрегіміз қатты соғып кететін немесе керісінше баяулап тыныш жетпегендей болады. Бірақ көпшілігіміз осы белгіге мән бермейміз. Ал бұны медицинада аритмия, яғни жүрек ырғағының бұзылуы деп атайды. Егер ауру асқынып, жүректің ырғағы бұзылса, соңы қайғылы жағдайға душар етуі мүмкін. Сіздерге аритмия жайында қысқаша мағлұмат беріп кетсем. Аритмия негізгі себебі жүрек импульсінің нашарлауы. Қалыпты жағдайда адамның жүрек минутына 60-80 рет соғатын болса, ал аритмия шалдыққан жүректің ырғағы бұзылады. Жүректің тым тез соғуы тахикардия, ал баяу соғуы брадикардия деп атайды. Тахикардия кезінде жүрек тез соғады. Кейде ас ішіп отырғанда, теледидар қарағанда, тіпті жай отырған кезде жүрек дүрсілдеп қатты соғып кетеді. Ал брадикардия жүрек минутына 30-40 рет соғады. Адам сәл жүргізсе тез шаршайды, бойында әлсіздік билейді, бас айналады, тіпті адам есінен танып құлап қалуы да мүмкін. Аритмия, яғни жүрек ырғағы қалай бұзылады? Қалыпты қызмет атқаратын жүрек тәулігіне 100 000 рет соғып, қанды айдап, оны бүкіл денеге таратады. Жүрек соққан кезде оның бөліктері біртіндеп, яғни алдымен жүрекше, сосын қарынша жиырылады. Жүрек өздігінен үнемі электр импульсін шығарып тұрады, яғни қарапайым тілмен айтқанда электр қуатын шығаратын ерекше мүше. Жүрек бұлшық еті импульс арқылы жиырылады. Электрлі импульс оң жақ жүрекшеден, яғни синустық түйіннен шығады. Яғни жүректің қалыпты соғуы осы түйінге тікелей байланысты. Осы жерде шыққан импульс өткізгіші жасушаларының арқылы жүректің қалған бөліктеріне таралады. Бұл түйін жүректің табиғи кардиостимуляторы. Кардиостимулятор жүрек ырғағын қалыпты соғуына ықпал ететін, яғни ырғақ бұзылған кезде электродты арқылы жүрекке импульс жіберетін медициналық құрал. Кардиостимулятор науқастың кеудесіне сол жақ бұғанасының терінің астына қойылады. Ол оның электродтар тамыры арқылы жүрекке кіріп тұрады. Егер науқас арық адам болса, аппарат бұлшық етке енгізіледі. Кардиостимулятор қойған науқас нені ескеру керек? Одан кейін адам қалыпты өмір сүре береді, бірақ құрамында магниті бар заттардан сақтанып жүру керек. Жоғарғы вольтты электр құрылғыларына дәнекер жұмысының аулақ болу керек. Жүрек аурулары жайында айта кетсек, жүрек аурулары әртүрлі аурулардың асқынуынан немесе жүрек және қан тамыр жүйесінің қызметінің бұзылуынан және зақымдануынан пайда болатын ауру. Жүрек ауруларының жиі кездесетін түрлері ревматизм, гипертония, жүрек ақауы, жүрек демікпесі, жүрек және қан тамыр неврозы, миокард, инфаркт. Жүрек ақауы жүрек қарыншалары мен жүрекшелердің арасындағы қан өтетін саңылау тарылып, жүрек қызметінің бұзылуы. Мұның туа және жүре пайда болатын түрлері бар. Туа пайда болған жүрек ақауы көбінесе ұрықтың даму кезінде жүректің қалыпты жетілмеуіне болады. Жүре пайда болатын жүрек ақау негізінен баспа, мерез, тағы да басқа аурулардың асқынуынан болады. Бұл жағдай жүректің ішкі қабатының қабынып, қақпақшалары біріншілетіп, кішірейіп, жүрекше арасында саңылаулары толық жаба алмайды. Сондықтан қарынша жиырылғанда қан жүрекшеге қайта құйылып, оны кернеп әлсіретеді. Қан айналысы бұзылып, жүрек қызметі нашарлайды. Адам алғашқы кезде ауруын сезбейді.
Ауру асқынған кезде науқас ентігеді, жүрегі қағып, шаншып, қан айналымының төмендейді, қол аяғы ісінеді. Жүрек және қан тамыр неврозы, жүрек және қан тамыр жүйесі қызметінің бұзылуы мен зақымдануы. Бұл топ 3 топқа бөлінеді. Бірінші топ жалпы невроз. Бұл кезде жүректің соғуы бұзылады. Клиникалық белгісі адамның беті қызарады, сұрланады, басы ауырады. Екінші топта гипертония. Бұл аурулар мидың, жүрек және қан тамырларының жұмысын реттейді. Жүйке орталығы қызметінің бұзылуы, сондай-ақ ми қыртысының ауруы шалдығуына пайда болады. Үшінші топтағы вегетативті жүйке жүйесінің зақымдануы. Кейін ми қыртысының таралатын жүйке аурулары жатады. Жүрек пен қан тамырлар жүйесінің аурулары әртүрлі жағдайларға байланысты. Бұлшықеттерге ауыр күш түсіретін жұмыстар, жүрек бұлшықеттері зақым келтіріп, жиырылу әрекеті төмендетеді. Жүрек бұлшықетінің қанымен жабдықтайтын қан тамырлар қан қатпа бітеліп, оттегі мен қоректік заттар тасуға кедергі жасайды. Өте қауіпті жұқпалы ауруды қоздырғыштары бөлінетін у қан мен жүрекке жетіп, жүрек бұлшықеттерін зақымдайды. Қалқанша без гормонының не аз, не көп бөліну ырғақты жиырылуды бұзады. Жүрек қақпақшаларының бактерияларымен зақымданғанда жабылып, жүрек жиырылғанда қан мен кері ағуын әсер етеді. Жүрек қан тамыр аурулары жүйке жүйесіне де байланысты. Қан қысымның өзгеруі. Адам қартайған сайын артерия қан тамырлары қабырғаларының серпімділігі төмендеп, қатайып, тығыздалып, қуысып, тарылады. Мүшелерге қан аз келеді. Артериялық қан тамырлардың қан қысымы жоғарылайды. Қан қысымның көтерілуі бүйрек ауруының жүйке жүйесінің күйзелісінен, дененің аз қозғалуына байланысты. Қан қысымның қатты көтерілсе, қан тамырлардың жарылуы мүмкін. Миға қан құйылу өте қауіпті. Себебі ми жасушалардың зақымданып, бұлшықеттер жансызданады. Қол аяқ әлсізденіп, сал болады. Бұл кезде артерия қан тамырларының қан қысымы сынап бағанасына 200 мм-ден асады. Егер қан қысым төмендесе, сынап бағанасының көрсеткіші 70-80 мм төмен болады. Бұндай аурулардың белгілері бас аурудың, жүрек айнудың, құлағының шуы кетпейді. Тамаққа тәбет тартпайды, жүректің жиырылуы бірден жиілеп, бірдей бәсеңдейді. Адам қан қысымының көтеріліп не төмендесе, нәруіз бар тағамдар аз пайдалану керек. Күніне 8-9 сағат ұйықтау, ашуланбау, таза ауада көбірек жүру жүрек қан тамыры жүйесіне өте қолайлы. Қаназдық анемия, қандағы эритрициттердің азайып, гемоглобин кемуіне болатын ауру. Қаназдық болу себебі денеде көп қан кету, химиялық заттардың удан, безгек аурудан, әсіресе эритрициттердің тіршілігін жою, кемік майы, бауыр, көк бауырдың зақымдануы, эритрициттердің түзілуіне қатысты заттардың темір, В12, витамин жетіспеуі және тағы да басқа. Қан оттегіне қанықпағандықтан мүшелер мен ұлпаларға оттегі жетіспейді. Зат алмасу бұзылады. Эритрициттердің мөлшері азайғанда қанның тұтқырлығы төмендеп, жүрек соғу жиілейді. Қаназдық жүрекке көп күш түседі. Оны қан құю арқылы емделеді. Ал достар, бүгінгі ақпаратым пайдалы болды деп ойлаймын. Егер сіздерге ұнаса, комментарий бөліміне өз сұрақтарыңызды жазып, пікірлеріңізді қалдыра кетсеңіздер. Негізі жүрек қан тамыр ауруларына неше түрлі аурулар бар. Мен сіздерге толыққанды айтқан жоқпын. Егер де сіздерде қандай да бір сұрақ болып жатса, егер өз үйлеріңізде, балаларыңызда, әке-шешелеріңізде, немесе өзіңізде міндетті түрде терапевтке, кардиологқа жолығуларыңызды сұраймын. Осымен менің бүгінгі видеом аяқталды. Соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Алдағы уақытта тағы да ақпарат беруге тырысамын.